дастархан жайып кетсең, дастархан жинап кет, бос бесікті тербетпе, сондай құмалақшыларға барады иногда. Соның дұрыс емес екенін оларға қалай жеткізсем болады? Және де екінші сұрағым, мен ата-анам намазға, оразаға, исламға андай қатал келген кісілерді, оған қарсы мысалы намаз оқиын десем, бір сөз айта қойсаң, намаз, ислам туралы, олар уже андай қатал сөйлеп, айтпа олай, не істейсің, кішкентайсың деп бастайды. Солардың ойын қалай өзгертсем, жақсы жаққа қалай өзгертсем болады? Біріншісі, маған айттым ғой, біз өзі бір кетсек, жостқа кететін дейміз де біз. Біз кішкене атеистеуміз, күнге келсек сірә террорист боламыз. Нормально ортада жүру жоқ бізде. Или былай кетеміз, или былай кетеміз. Біздің қателік осыны, қателік. Мынау қазақтың сіз айтқан ырымдары, жалпы ырымдары. Неге біз осы ырымдарға қадалып қалдық бәріміз? Қазақты осы үш-ақ ауыз сөз алып келді бүгінге дейін. Ұят болады, обал болады, жаман болады. Үш-ақ ауыз сөз кетті біздің қазаққа. Енді босағаға тұрма десе, бағанағы мына столға отырып алған адам сияқты ғой. Тұрма десе тұрма. Неге тұрма? Сол. Неге? Мұрның тасқа еге. Сол. Оның себебі бар. Не себебі бар? Ар жақтан бер жақтан өткен кезде мешайт етесің. Қолың таянба. Дұрыс. Неге? Үлкендердің алдында бүйтіп тұрсаң, жыны келеді. Әйел болып күйеуің алдында бүйтіп тұрсаң, школда приемда несіне түседі. Жыны келеді. Не ол? Ол әр нәрсенің бір тәрбиесі. Жағыңды таянба. Дұрыс, таянба. Өйткені мына жерде траничный нерв бар, соған зиян тиеді. Иіліп сәлем сал деген. Ода тұрған не бар, не керегі бар дейді өткенде біреу. Грижа болмайсың, сәлем сал. Еркей, жамандығы жоқ. Сен мен мені тәрбиелеген осы ұлағат еді ғой. Қолыңды төбеме қойма. Дұрыс қойма. Қайғыны білдіреді. Қайғыны білдіреді. Енді соның бәріне қадалып, немене басқа жағымыз күштеді ме не? Қазір байқайсыз, мен де байқаймын. Мына телефоннан Аллаху акбар деген ана сәжде кезетін азан естіледі. Намаздың уақыты кіріпті ғой деп. Намаз дегенде естіледі. Соның кімнің телефоны екен деп бүйтіп қарасаң, ойбай, шаш деген бұлай, маникюр деген бұлай. Бисмилла, сен намаз оқиды мынау. Оған не керегі бар сәжде кезетін? Сен мен өстіп намаз оқимын дейді. Қалай сен намаз оқисың? Одан кейін мен намазға келсем деген сөз адамның, келетін адамның өзі кішкене сипатына қара. Мынандай нәрсе бар. Пайғамбарды саллаллаху түсінде көрдім деген адам не дейді? Біреу пайғамбарды көрдім десе, не деп айтылады хадисте? Точно көрді дейді. Дұрыс. Неге? Өйткені пайғамбардың түріне шайтан көрмейді. Бірақ осы жерде түсініктеме бар. Елдің бәрі айта берсе, бәріне сене береміз бе не? Жоқ. Мен пайғамбарды көрдім деген адамның дейді, мына сипатына қараңдар дейді. Пайғамбарда бір нәрсе бар ма бұның бетінде? Жоқ болса, маған да кепті бір жігіт. Стой солай, бор деп. Не? Мен пайғамбар Мұхаммед саллаллаху түсінде көрдім. Боласың, қорқып кетті, орны қақып тұрмын. Не деп айтты? Сізге сәлем айтты. О, Құдай, не деп айтты? 50 мың берсін деп айтты маған. Машал бол дедім. Тапқан екенсің. Біріншіден пайғамбар салсаң айтпайды саған 50 мың берсін деп. Телефон сатып алайын дедім, саған жетпей жатыр дейді айфонға. Как раз 50 мың дейді. Пайғамбар сен айфоның үшін сөйлемейді. Қорықпай ақ қой. Міне сол. Сондықтан да жаңағы мен намаз оқитын едім деген адамдар, мына жастар сіздерге қатысты. Әке-шешемен бүйтіп конфронтацияға барғаннан әбек таппайды. Әйел күйеуімен ерегіскеннен абырой таппайды. Жаран өкіметпен ерегіскеннен абырой таппайды. Не істеу керек? Болдыңыз ба? Не деу керек? Түсіністікпен қарау керек. Қалай? Балалар ата-ана намаз оқимын дегеннен бұрын кішкене соған келе жатсың енді бастайды. Мына мейірім қайда? Сіз әке-шешеңіздің өзін бүкіл елдің алдында сондай адамдар деп, сен өзің әке-шешеңді төмен түсірсең, жер бетіндегі ең қымбат адамды төмен түсірсең, сол Құдайдың бұйырған намазды орындадым деп жәннетке кіріп кетемін деп ойлайсың ба? Ата-ананың жолын айналып өтетін жер бетінде дұға жоқ.
Rabbana gfirli, ya Allah meni kешір, вәлидәйя, әке шешемді кешір деген дұғаны намазда сәлем берердің алдында любой оқу керек. Ата-анаңды аяққа таптап, ешқашан адам боламайсың. Саған үйленем деген жігіттің телефонына қара, контактта мамасы кім деп жазған. Бір брат андай қоймай, сақалына исламдамын деп телефон шырылдады. Бетіп көзіме түсіп қалып, қарасам, звондаған адамның контактта пахан деген звондап жатыр екен. Әке шешесін жер бетіндегі жалғыз адамға пахан деп қайырылған баланың қасында отырудың өзі адамдыққа жатпайды. Әке шешесін кім деп құрметтеген адам, кім болса болсын, соны төмен түсірген адам саған ешқашан жолдас боламайды. Қыз жігітпен танысқанда мамасына кім деп қайырылады қараңыз. Жер бетіндегі жалғыз құрметті әйел ол болған. Жанын беруге даным болған анасын сөйтіп төмен түсірген сені ертең әйелді махаббатты сыйлайды деп ойлайсыз ба? Гүліңді ақтайды дейсіз ба? 2 күннен кейін тебетін болады сен, таяқ жейтін боласың. Сондықтан анасын сыйлаған бала ғана қарындасының әйелдің орнын біледі, бауырлар. Сондықтан Алла разы болсын. Қарындасым, және барлықтарыңыз ата-анаңызды сыйлаңыздар. Жоқ одан басқа адам бізге. Мейлі намазға қарсы болсын, мейлі оразаға қарсы болсын, мейлі сенің жүріс, ол намаз бен оразаға қарсы емес, сені бір сектаға, салафи, уахабиге түсіп кетті ме деген түсінік, ода қорқыныш бар. Қатты болса, мешіттің имамына барып, бірге алып барып, түсіністікпен қарап, сөйлессеңіз, ата-анаңыздың жүрегін ашады. Одан кейін бір қыз намаз оқиды екен. Оқитын ата-анасы қормеsin деп, жүректер ренжімесін деп, туалеттің ішіне кіріп оқиды екен ваннаға. Ваннаға оқитын таба-тама. Содан кейін пайғамбардың заманын алып барайыншы. Пайғамбардың сахабалары өте жас балалар еді. Олар да тура сіздікіне болған. Намаз жоқ ол кезде. Ла иляха иллаллах деп айтайын десек, соған қарсы болған ғой. Біздің аталарымыз айтпаған, апаларымыз айтпаған, сен қайда адастың деген кезде пайғамбарымызға келіп, біз намаз, құлшылық, ла иляха иллаллах айтайын десек, әке шешеміз ұрып бізге қарсылық жасап жатыр дегенде пайғамбарымыз не айтты? Ерегісіңдер деді ме? Жоқ, көрсетпейсіңдер деп айтты. Ашуын туғызбаңдар оларды деп. Жақсылығын күшейте бер деп. Сен жақсылықты жасай бер, аяқ киімін сүрте бер әкеңнің. Әкешім, анашым деп құшақтап қолын сүйе берсең, бүйтіп қарайды да, ол исламға келмей тұрғанда осындай еді. Мұсылман болды да, бұдан да күшті болып кетті ғой десін. Пайғамбар болмай тұрған кезде аты кім еді? Әл-Әмин еді, сенімді еді. Содан кейін исламға келгенде Абу Бәкір айтқан сөзі бар, Абу Бәкірдің. Бұл исламға келмей тұрғанда сенімді болған, исламға келгеннен өтірік айтама не пайғамбар болды. Міне, сізші, біз айтылым кеше өзің анаша шеккесің, жүрісің, тұрысың белгілі, сөз бұлай, қол бұлай, руки верам, сопли пузырями. Жастар жақсы біледі. Соны исламға кіріп атып, астағфирулла, субханалла. Аналар бетіп қарайды, ой, бай бетім өлді. Не бол? Еще инстаграмда отырып, тиктокта отырып, бет хадис айтып бересің. Қой, жаным, қой. Алла тағала сенен оны сұрамайды, имам молдалардан сұрайды үшін. Сен өз нәпсімен күрес. Ең ұлы жихад қайсысы дегенде өзімен, нәпсімен күресу деген. Бүйтіп ана жаман нәрселер қарама деген кезде инстаграмда бүйтіп пляждағы суреттер бүйтіп қарағың келеді. Өткенде біреуге сөйтіп айтсам, просто ана киімінің маркасын көрейін деген ғой дейді. Солай де. Сондықтан немесе бүйтіп арасынан көреді бар. Қой жан. Түзеп, саған қарағанда бетіңде нұр болсын. Орамал таққан саған қарағанда қандай біздің қыздарымыз бар. Қабағын шытыпты бүйтіп. Міне, неге біздің халық бөліне бастады? Ағам дұрыс айтып отыр. Неге бөліні пайда болды? Өйткені қатыгездік кіріп барады бізге. Дін рахманир рахим, мейірімді, рахымды еді. Қайда? Орын берудің өз біз үшін проблема. Үлкендерге. Сондықтан ардақтар сізге қарап, маған бір саудагер апаның айтқан сөзі әлі құлағымда. Бір намаз оқитын жігіт келіп, бір нәрсе сатып алып, соны 2000 теңге артық беріпті дейді. Менен кетіп қапты дейді да, 2000. Соны келіп, 2 күннен кейін ақшасын санаса, 2000 теңге артық шығып, әбден ойланып ұйықтай алмай келіп беріпті. Соны айтқан, мен Құдайда қорқам, 2000 теңге ана дүниеде сұрақ қойған. Мынандай бала айтқан екен да. Содан кейін түсіндім дейді. Мына ислам дінінің ақиқат
екен, ата бабаларымыз дұрыс нәрсе қабылдаған көзің жетті дейді ардақтылар. Сондықтан мейірімдікті төгіңіздер. Ертең арманда қаласың. Сол адам таппай қаласың, сол екеу. Ұрысқан адам таппай қаласың. Бір жігіттің үйінің алдында мамасы терезеден қарап тұрады екен, өліп қалғаннан кейін мынандай панельге суретін шығарып, мамасы суретін қойып қойыпты. Ұрысқақ мамасы. Неге десе, осы терезеден шығарып салып бүйтіп, отам аман болсын деп тұрушы еді. Қазіргі жоқ, ең болмаса суретін көріп тұрайыншы деген екен. Сондықтан сол күнге зар боласың. Ұрысатын адам таппай қаласың. Сол кезде сенде бәрі болады, сенде бүкіл нәрсе болады. Бірақ ата-ана болмайынша. Сондықтан ұрысқан адамның өзі ақиқат жақсы көрген адам болсын.